Сәлем достар, сіздермен бірге мен және менің арнам Zero Math, яғни Zero Matem. Мен бүгіннен бастап математиканы осы кітап бойынша толықтай нөлден бастап өтуді жөн деп шештім. Ең алғашқы кезде бәріміз білетіндей қосу және азайту сынды амалдармен танысамыз, дұрыс па? Енді осы жерде осы амалдарды кезек-кезегімен рет-ретімен шығаруды бастаймын. Мінекей енді есептердің жауабын кезек-кезегімен рет-ретімен шығарып бастаймыз. Бірінші кезекте 320 плюс 345. Бұның жауабы әрине 665 болады. Оны яғни 665. Маған негізі жазу ыңғайсыз болып еді, сондықтан барынша жақынырақ түсіруге тырысамын. Бірінші кезекте жүздіктерді қосып шығамыз. 1300 шығады. 600 мен 700 қосса, 6 мен 7-ні қосса 13 шыққан сияқты. Сосын енді ондықтарды қосамыз. 80 мен 40. Тағы бір 100 бізге қосылады, значит. 120. 6 мен 5-ті қосып аламыз. 11. 120-ға 11. 131. Енді 131-ді 1300-ге қосамыз. 131 еді. Енді 1431 болады. 1431. Сосын бізде енді мына жерде 580 қосылған 226. Жаңағыдай бірінші жүздіктерді қосып аламыз. 700. Енді ондықтар мен бірліктерді қосамыз. 80 мен 76 156-ға тең. 156-ны 700-ге қоссақ 856 болады. Сосын бізде 456 мен 541. 456 мен 541. 456 мен 5. 4 пен 5 900. 900-ге 97. 997 деген сан бізде табылды. 997. Бәрекелді. Енді 600 бен 700 қосамыз. 1300. 1300-ге 86 мен 46. 120 шығу керек, бірақ 120-ға 12-ні қоссақ 132. Енді 132-ні тағы да 1300-ге қосамыз. 132 плюс 132 мен 1300. 1432 болады, дұрыс па? 1432. Енді 3794 пен 586-ны қосып көрген. Бұл жерде бұлай жазуға болмайды, бірақ негізі осындай жақсы әдіс бар. 3794 плюс бірліктерді бірліктерге, ондықтарға, жүздіктерді жүздіктерге орналастырамыз да. Сол кезде мынадан шыққан санды мына жерге жазсақ болады. Бірінші ең соңынан бастаймыз. Ең соңында бізде енді ең соңында көріп тұрғандарыңыздай 7 мен 6 тұр, 3 бір ойда. 9 мен 8 тұр, 17, 18. Тағы да бір ойда. Енді 7 мен 5, 12, 13 болды. Бір ойда 4 болады. Дұрыс па? 4383 шығады. Осылай ары қарай жауаптарын жалғастыра береміз. Ақыр соңында жауабы осылай шықты.